Ардагерлер үйі қарттардың жиі бас қосуына тиімді орын. Бос уақыттарын осында өткізіп, өзара пікір алысады. Сондай-ақ маңызды мәселелерді бірлесе шешіп, түйткілдерді бірге талқылайды. Салиқалы әңгімелерін айтып, мемлекеттік бағдарламалардың орындалысын қадағалайды. Халықтың тілегін билікке жеткізіп, өнегелі тәрбиені жастарға насихаттауға атсалысады. Маңғыстау облысында 45 мың ветерандар тұрады, ардагерлер тұрады. Әртүрлі жұмысты пенсияға шыққан адамдар, басқа да Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлер. Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлердің саны қазіргі таңда Маңғыстау облысының көлемінде 41 адам ғана қалды. Ауданда жалғыз соғыс ардагері қалған. 125 тыл ардагері бар. Олардың ең үлкені 92 жаста, ең жасы 65-те. Осы жаңалықты 20 жылдан бері күткен. Бәрі де ардагерлер кеңесінің белсенді мүшелері. Жақында ғана дойбы мен бильярдтан жарысқа қатысып, жүлделі келген. Бүгін олар жастарға өнеге көрсетіп, аға шекті. Ардагерлердің негізі жұмыс жасайтын 70-80-нің арасында ғой. Ардагерлеріміз мықты әлі. 92-ге келген шалдарымыз бар. Қазір осы Ізімбай дейтін шалымыз қатысып жатыр осы мерекеге. Ардагерлер мойымайды әзір. Мұнда медициналық кабинет, дойбы ойнайтын, газет оқитын бөлме мен мәжіліс залы бар. Ғимаратта ардагерлердің еркін жұмыс істеуіне бар жағдай жасалған. Айсар Айтман, Сағындық Нарықов, Айнақпарат.